Ассалаумағалейкум әріптестер және оқырмандар. Қазіргі таңда білім саласында көптеген өзгерістер және сайттар еніп жатыр. Олардың бірі e-портфолио дейміз категория бойынша, НОБД дейміз ұлттық деректер базасы, электронный журнал дейміз күнделік кезет, және де ЕГО порталы дейміз. Осындай көптеген қазіргі таңда білім саласында сайттар жүйелі енгізіліп жатыр. Мектеп ситсен дейміз. Осы бойынша сұрақтар туындап жатқан болса, менің мына каналыма, яғни Ақтай Мұхтар деп өз аты жөніне ашылған, осы каналда білім саласына байланысты көптеген материалдар салынатын болады. Сіздердің сұрақтарыңызға байланысты, туындаған сұрақтарыңызға байланысты нақты қысқа видео жазба салынып отырады. Яғни сол сайтқа байланысты оның сайттың тіркелу жүйесі, ол сайттың атқаратын қызметі, оны қалай тіркелу керек, қалай жүргізу керек деген сияқты көптеген сұрақтарға осында жауап ала аласыздар. Қазіргі таңда e-портфолио бойынша 16 пункт қарастырылған. Яғни мұғалім өз жетістігін енгізу арқылы модератор, сарапшы, зерттеуші деген сияқты категорияларды алу үшін. Яғни сол сайттан қалай жүргізу керек, қалай толтыру керек деген сияқты сұрақтарға осы каналдан нақты жауап ала аласыздар. Ол үшін міндетті менің каналыма подписаться бөлімінен басып, яғни күнделікті салынған видеоларға лайк және коммент жазып отырыңыздар. Және де қосымша ақпарат бөлімінде, описание бөлімінде міндетті мен номерімді, яғни WhatsApp номерімді және өз номерімді қалдыратын боламын. Яғни жекеде шығып сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Назар қойып тыңдағаныңызға көп рахмет.